Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін жұмыстан ерте келіп, көгершіндерін шығарып, тауықтармен жем суын берейін деп жатырмын. Жалпы суларын беріп қойдым, келген бойда. Енді жемдерін берем бұлардың. Екеуі кеатыр. Мында жүр міне. Бір түген деп алдық. Барлығы бар екен. Өткендегі балапандар ғой. Достар, видеоға лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Көп қаралым саны көпті, лайк басып, қолдап отқан адамды көрмейсің. Просмотр көбейіп жатыр тек қана. Так, менен сұрап жатыр ғой көбі. Қандай жем бересің деп. Мен енді бидай берем. Оны да сіздерге көрсетем. Көгершінге де тауыққа да барлығына бір жем мен де беріп жатқан. Бүгін ерте келгесін жемдерін берейін деп жатырмын. Так, көрсетейін. Так, мына бидай. Мынаның барлығын осыларға берем ғой, короче. Тауығына да, көгершінге де барлығына. Осы, короче. Осы жемнің барлығын осыларға берем. Осылар жейді барлығы. Осы бізде. Өз жеп қойды. Өз жеп қойды нормально. Так, қазір көгершіннің барлығын жинап аламыз да, короче. Ауылдың шетінен апарып лақтырамыз. Келетіні келет, келмейтіні сояқта қалады ғой, короче. Көреміз қайсы келет, қайсы келмейтін. Сол үшін барлығын бірге жинап аламыз да, короче, лақтырайын деп отырмыз. Так, осы құстар.